Бәріне сәлем достар, Django-ны тереңдетілген курсына қош келдіңіздер. Бұл курста біздер Django фреймворкын тереңдетіп өтетін боламыз. Мен Django фреймворкын YouTube-та көрген болсаңыздар, тегін кіріспе сабақтар салған болатынмын, және оны тереңдетіп өтетін боламыз. Бұл курс бэкенд бағдарламалаушыларға арналған болып есептеледі. Және курсымызды бастамас бұрын біздер алдымен осы Django-да жазылған ең танымал сервис немесе жаңағы сайттарды қарап өтейік. Олардың ең танымалы мысалы Instagram, қазіргі күнде бәріміз пайдаланатын Instagram желісі. Оның яғни бэкенд жағы Django-да жазылған. Және тағы да басқа бұл жерде NASA сайты, мысалы Spotify, музыка тыңдайтын сервис, YouTube'тың яғни барлығы емес, кейбір сервистері Django-да жазылған болу керек. Одан бөлек Netflix, Google'дың кейбір сервистері, Uber, Udemy осындай курстар көретін LMS система. Осы системалар Django-да жазылған болып есептеледі. Бұл курста біздер яғни Django-ның ары қарай функционалын тереңдетіп өтетін боламыз, және осы мақсатта біздер өзіміздің Instagram желісін қайталап жасап көруге тырысамыз. Ең алдымен біздер Django фреймворкын пайдаланамыз, яғни ең соңғы версиясы міне қазіргі уақытта 5.0. Бәлкім алдағы уақытта көріп отырған болсаңыздар, бұл версиясы жаңа версияға шығуы мүмкін. Біріншіден, бұл фреймворк өте кең танымал, және бұл фреймворк өте жақсы қолданыста, және оның техникалық қолдауы да жақсы, себебі олар жиі кодты жаңартып отырады. Және осы Django-ның ішінде біздер Django REST фреймворкын пайдаланатын боламыз. Бұл API әзірлеуге арналған. Мысалы, оны біздер GitHub-ға кіріп соңғы коммиттерін көрсек болады. Яғни мінекей соңғы ай ласымаңыз. Міне 10 сағат бұрын біреу өзгеріс жасаған. Яғни бұл код, бұл проект әлі күнге дейін жаңартылып жатыр. Яғни оны қолдайтын бағдарламалаушылар бар. Біздер осындай фреймворкты сенімді түрде пайдалана аламыз. Яғни бұл курстың негізгі мақсаты Django және Django REST фреймворкты үйрену болып есептеледі. Ең алдымен біздер Instagram жасау керекпіз. Ең алдымен біздер Instagramның блок схемасын сызуымыз керек. Ол үшін біздер Diagram.io деген сайтты пайдаланамыз. Және осы жерде біздер, егер сізде авторизация болмаған жағдайда, Google почтаңыз арқылы авторизация жасайсыздар, және осы жерде create new diagram деген жасайсыз. Және осылай untitled diagram деп шығу керек. Енді келесі біздер осы Instagram'дағыдай барлық мүмкін ішіндегі бар модель дегеніміз жаңағы таблицаларын блок схема түрінде сызып шығамыз. Мысалы, оның ішінде бізде ең алдымен адамдарды сақтайтын таблица болу керек. Оны біздер мына жерден тауып аламыз. Сол жақ бөлімде entity relation деген жерді үлкейтіп ашсақ, мына жерде таблица тәріздес блок схемалар бар. Соны мына жерге бүйтіп көшіріп алып келіп қоямыз. Таблицаның атын user істейміз. Бұл жерде адамдар, яғни қолданушылардың деректерін сақтайтын боламыз. Ал және мына жерде, мысалы, unique ID бізде просто жай ғана ID болады, және келесі қандай жолдар болады, соны бірге жазайық. Біріншісі username деген, яғни сіздің логиніңіз, сайтқа кіретін. Екіншісі сіздің emailіңіз, яғни электрондық пошта, пароль, және одан бөлек duplicate деп жасауға болады, яғни мынаны көшіріп қоясыз да, адамның бастапқы аты, first name, тағы осын duplicate деп, last name деген, яғни фамилиясы адам. Біздің адамға арналған, яғни қолданушыларға арналған таблицамыз дайын. Келесі бізде бұл, яғни адамның профилі болады. Яғни профилінде сіздер өзіңіздің суретіңізді сақтайсыздар, бұл жерді қайтадан ID деп өзгертейік. Яғни бұл әрбір профилдің уникальный, яғни қайталанбайтын ID болады. Сол ID мына жерде сол жағында pk деп тұрған, ол primary key. Адамның профилінің жолдары, яғни бірінші ол оның аватары. Мысалы, аватар деген оның сіздің жеке парақшаңыздағы бастапқы суретіңіз аваға қоятын. Және келесі био деген жаңағы сіз туралы кішігірім қысқаша информация. Мына жолды кетіріп тастаймыз. Міне бізде user және profile деген екі таблица пайда болды. Үшінші, біздер бір жолға жазайық, жоқ, соңғысын кетірмей тұрып, біздер ол жерге user ID деген қоямыз. User ID дегеніміз бұл жерде foreign key болады. Foreign key деген ол, яғни біздің мына user'ның ID-і мына профайлдағы foreign key-мен байланысып тұрады. Яғни мына бір user болса, бізде ID 1 деген, ID бірінші user'дің аватары мен биосы деп түсінеміз. Келесі бізде адамның посттары. Ол үшін біздер posts деген таблица ашамыз. Мына жерде profiles. Негізі осындай кішігірім нәрселерге мән берген жөн бэкенд бағдарламалаушыларға. Таблицаның аты көп жағдайда көпше түрде пайдаланамыз, себебі біз ол таблицада көп деректер сақтайтын боламыз. Яғни посттың ID болады, содан кейін посттың авторы болады. Авторы дегеніміз жаңағы осы постты құрастырған адам. Ол яғни мына users'тан келеді, осы users'тың foreign key-мен байланысады. Автор, яғни осы user оны құрастырды деген сөз. Немесе мына жерден шығаруға болады. Мынаны кетіріп, мына жерден шығарсақ болады. Міне автормен біріктіреміз. Келесі ол посттың описаниесі болады, қандай да бір текст деп қойсақ болады, немесе description.
және үшінші посттың суреті болады, имидж, қандай да бір сурет болады. Одан кейін бізде ол постқа адамдар комментарий жазалу керек. Мысалы comments деген таблица, оның ID және мына жерде автор ID дегеніміз дұрыс болатын шығар. Және комментарийдің дәл сондай автор болу керек. Комментарий жазған адамды біз автор деп айтамыз. Және мына жерден осындай бір стрелка апарып біріктіреміз. Ол бізде foreign key, яғни басқа таблицадан тиесілі, сыртқы таблицадан. Содан кейін екінші қай постқа жазылған комментарий, соны білу үшін біздер пост ID-ді беруіміз керек. Пост ID дегеніміз ол яғни мына ID-дан білдіріп тұр. Неге? Себебі ол осы постқа жазылған комментарий болып есептеледі. Және соңғысы комментарийдің өзі, так, мына жерде foreign key дейміз. Және мына жерде текст. Яғни текст десек болады. Текст деген жаңағы постқа жазылған комментарийдің тексті болып есептеледі. Келесі нәрсе лайктар. Лайктарды сақтау үшін likes деген таблица ашсақ болады. Likes деген таблица, яғни әрбір лайктың өзінің уникалды ID болады, және кім лайк басты, сол адамның ID болады. Мына жерден ID-ді аламыз. Мына жерге бір user ID-ға береміз. Яғни ол басқа users деген таблицадан тәуелді. Екінші жол бізде лайктың түрі, яғни адам лайк басуы мүмкін, либо дизлайк басуы мүмкін. Біздер осы функционалды бірге жазып кетсек болады. Лайк, type деп айтсақ болады оны. Яғни ол лайкты немесе дизлайкты білдіретін болады. Және үшінші, ол ең бастысы, лайктың, яғни объектісі. Мұны бізде foreign key болмайды, себебі біз бұны басқа таблицадан бөлек толтыратын боламыз. Мұны дублировать етіп жіберейік. Object ID и object type. Бұлай шығару себебіміз, біздер лайкты тек қана постқа емес, комментарийге де қоя аламыз. Сол үшін біздер content type арқылы жасайтын боламыз. Бұл дегеніміз, яғни мына жерде object type деген орында пост немесе комментарий деген түрі тұрады, ал object ID деген ол, яғни комментарийдің ID немесе посттың ID сақталатын болады. Сол кезде біздің бағдарламамыз like деген таблицада мына екі таблицаның деректерін сақтай алатындай болады. Так, енді осылай постқа тег жазу үшін бөлек таблица ашып көрейік. Ол үшін біздер былай жасаймыз. Text деген бөлек бізде таблица болады. Бұл жерде біздің өзінің ID болады, және тегтің аты болады, қандай да бір. Бұл тегті біздер постпен біріктіру үшін, мысалы бізде неше түрлі тег болуы мүмкін. Бір постта бірнеше тег болуы мүмкін, немесе бір тегте бірнеше пост болуы мүмкін. Мысалы Қазақстан деген тегті елестетіп көрсеңіздер, ол бірнеше посттың ішінде Қазақстан деген тег болуы мүмкін. Және екінші түрі, сіздің сол Қазақстан деген постыңызда осы барлық қаланың аты жазылған әртүрлі тегтер болуы мүмкін. Яғни посттың ішінде көп тег болуы мүмкін, тегтің ішінде көп пост болуы мүмкін. Яғни бұндай таблицалардың қатынасы біздерде many to many деп аталады. Яғни көпке, мысалы біздер оны көрсету үшін тағы бір таблица ашамыз. Бұндай таблицаларды pivot таблица деп айтады, яғни канал. Осы екі таблицаны біріктіретін канал болып есептеледі. Оны біздер негізі көпше емес жекеше түрде жасақ болады. Ол жерде ең алдымен post ID болады, яғни постқа тәуелді екенін көрсетеді, және екінші tag ID болады. Бұл tag ID қандай тегқа қатысты екенін көрсететін болады. Мына жерге үшіншісіне сіздер тегқа түс беріп қойсаңыздар болады. Бірақ бізде Инстаграмда ондай нәрсе жоқ. Яғни екеуіне ортақ нәрсе берсеңіздер болады. Так, енді біздер tag ID-ді алып tag ID-ға алып келеміз, және post ID-ді алып post ID-ға алып келеміз. Так, сақтамаймыз. Бізде кішігірім деректер қорының блок схемасы сызылып келе жатыр. Келесі, енді адамдар бір-біріне тіркелгенін көрсету үшін біздер profiles-қа жаңа тағы таблица ашайық. Ол таблица бізде followers деген сияқты бір таблица болу керек. Бұл дегеніміз, яғни мына жерде қай адамға жазылғанын көру үшін қажет болады. Мысалы follower ID дейміз. Осы profile ID follower ID-ге түсетін болады. Және following ID. Енді біздер осындай follower және following ID-ді құрастырдық. Ол дегеніміз, мына профиль деген таблицамыз екеуіне де сілтеп тұратын болады. Себебі ол артық таблицасыз, яғни ол өз-өзіне, мысалы, қай адамдар жазылғаны көрініп тұратын болады. Яғни бізге ол үшін артық таблицалар қосып керек қажет жоқ. Біздер осындай үшінші followers сияқты бір таблица арқылы осы жазылған адамдардың логикасын көре аламыз. Бұл блок схеманы үлкейтіп кете берсек болады. Мысалы, чат жазып қосып қоюға болады, немесе әртүрлі видео, жаңағы
TikTok сияқты рилстің логикасын бөлек шығарып қойсақ болады. Бірақ қазір бізге оны жасап керек емес. Осы логиканы біздер тереңдетілген Django курсында жасап шығатын боламыз.